Осы баладай болып алыңдар. Қазақ десе жүрегі үлпілдеп тұрады. Патриот, мен қолдаймын дейді. Тәте, қолдауыңызға Алла разы болсын. Ризамын, рахмет үлкен. Бірақ қайдағы жоқ қолынан боқ келмейтін кухонный оппозиционерлерге бола жүйкеңізді қоздырмаңыз. Олардың мақсаты тек қазақтың баласын жамандау ғой, тәте. Я, мынау билікке қарсы шықпаған, жаңағы билікті жамандамаған қазақтың балаларын сатқын дейді, 200-ді дейді, басқасын басқа, я. Олардың мақсаты не? Біздің елімізде дүрбелең салу. Бірақ ешқашан олар мынандай нәрсені айтпайды да. Тоқаев келгелі бірден пандемия болды. Пандемия жаңағы ковид, я, білесіздер, я. Ол біздің ғана емес, әлемдік экономикаға өзінің әсерін берді, мысалға, я, айтатын болсақ, я. Одан кейін 22-ші жыл соғыс басталып кетті. Сол соғыстың қандай бізге әсер еткені ол туралы айтпайды, үндемейді олар, тәте. Және мынау шетелден келіп жатқан сол Тоқаевтың арқасында Қазақстанға тартылып жатқан инвестициялар қаншама, я, ол туралы айтпайды. Тоқаевтың жасап қойғаны мұнайдан түскен дивидендті қазақтың балаларына бөліп беру 18 жасқа дейін. Ол туралы үндемейді, тәте, айтпайды. Мынау жаңағы шетелге кетіп қалған қазақтың активтері бар ғой, соларды Тоқаев қайтарып, сөздің ашығы, жаңадан больница, жаңадан жолдар, жаңадан мектептер салып жатқан өліп кетсін айтпайды, тәте, олар, я. Ал бірақ оны жасап жатқанын меніменсіз және қарапайым халық көріп отыр. Ал кухонный оппозиционерлер оны айтатын болса, егерде шетелден алып отқан ақшаларынан айырылады ғой. Сондықтан өзіңізге берік болыңыз, тәте.